Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз электросушилкада осындай жемістерді кептіретін боламыз. Бұл электросушилканы мен Pinduoduo сайтынан алдым. Ең арзан бағадағы электросушилканы алдым. Сондықтан бұның сапасын өте керемет деп айта алмаймын. Бірінші рет қолданып көрейін деп жатырмын. Бұның осындай несінен 5 штук бар екен. Тарелкасынан 3, 4, 5 штук бар. Кейбір осындай электросушилкаларда несі бар екен, пластилаға арналған тарелкалар бар екен, ал бұдан маған ондай тарелка келген жоқ. Одан кейін бізде мына жақта қосатын 2 кнопка бар, яғни біреусі қосатынды басасыз, және екіншісі яғни 35 градустан 70 градусқа шейін өзіңіз белгілеп қоса бересіз. Ал енді кеттік, бастап көрейік. Мен ең алдымен осындай апельсин, банан, одан кейін грушаны алдым. Осыларды біз қолданып көретін боламыз. Қолданбас бұрын нелерді, пластмассаларын жуып алмасаңыз, пластмассаның істері шығады екен. Кескен кезде 0,8-1 см аралықтарында кесіп көреміз. Апельсинді қыс кезінде шаймен ішкен кезде өте керемет дәм береді, және де хош иіс береді. Сол үшін проба ретінде мен жасап көрмекшімін. Егер де алда осы апельсиндердің жақсы шықса, онда көп қылып жасайтын боламын. Тез кебу үшін ортасынан кесіп қойып жатырмын. Егер де тағы да одан да жылдам кепсін десеңіздер, 4-ке бөліп қоя берсеңіздер болады. Pinduoduoдан заказ беретін болсаңыздар, өздеріңіздің Pinduoduoда бағалар әртүрлі сападағы әртүрлі магазиндер болады. Соған қарап, өздеріңіз сапасын қарап, адамдардың жазған отзывтарын қарап алсаңыздар болады. Маған бұл менің затым 2 аптаның ішінде келді. Егер де қалыңдау кесіп қойсаңыздар, бұның кебуі қиындау болады. Сол үшін кішкене сәл жұқа да емес, қатты қалың да емес қылып кесіңіздер. Егер де қатты жұқа қойсаңыздар, онда кеуіп ондай жұқа болып кетуі мүмкін. Кеуіп жоқ болып кетуі мүмкін. Сол себепті 0,8-1 см қалыңдық жетеді. Егер де осы апельсиндер жақсы кепсе, онда ендігіде помидорларды және де басқа да жемістерді қысқа кептіріп көреміз. Осы неден басқа да нелерде видеоларда қараған кезде осылай кептірген пайдалы деп қойған, чем YouTube деп недегі күнге кептіргенге қарағанда осылай кептірген жақсы дейді. Негізі апельсиндердің бағасы қыста да, жазда да арзандамайды. Меніңше бұны түрмесе де болатын шығар деп ойлаймын өз басым. Қазірде де бағасы қатты арзан емес. Бұдан гөрі басқа да қазіргі кездегі арзандау жемістерді кептіріп алған дұрыс деп ойлаймын.
қазір жаз мезгілінде қызанақтар және де алма, груша, тағы қандай жемістер бар. Помидорды кептіріп алсаңыздар болады. Помидор кептіріп алған кезде тамаққа қыс мезгілінде қоса берсеңіздер болады. Қазір көп адам морозильникке сақтап қояды екен. Бірақ мен кеше ютубтан көрдім, морозильникке сақтаған пайдасы чем кептіргенге қарағанда төмен деді. Немесе әркім өзінің пайдасын ойлап айта ма? Әркімде отзыв әртүрлі. Менде морозильнигім кішкентай болғандықтан мұнша жемістер сыймайды. Сол себепті осы электросушилканы алып көрдім. Енді бананды көреміз. Бананды кептірген кезде де балдар жақсы жеп қояды негізі. Бұны да қатты қалың емес, қатты жұқа емес етіп, бұның 0,5 см қалыңдықта турай берсеңіздер болады. Бананның кебуі басқа жемістерге қарағанда ұзақ уақыт алады, өйткені банан ол өте тығыз жеміс болғаннан кейін ұзақ уақыт алады. Егер де құрамында көп суы бар жеміс болса, онда оның кебуі де тез болады. Екінші банан кетті. Мына электросушилканың диаметрі шамамен 25 сантиметрдей шығып қалады. Бананда да дәрумендер өте көп. Бізде үйде балалар осы бананды жақсы жейді. Сол себептен осы бананды кептіріп көрмекшімін. Тағы да бір кесіп шығарамыз. Міне бізде бәрін кесіп болдық. Банандар ең астына жіберейін, үстіне оның кебуі ұзақ уақытты алады. Оны осылай жасап көреміз. Енді қанша уақытта келетінін тексеріп көреміз. Қосатынды бастым. Бұны мен 55 градусқа қойып көремін. Енді қалған результатты кепкеннен кейін сіздерге қанша уақытта кепкенін айтатын боламын. Міне біздің кепкен жемістеріміз дайын болды. Ең алдында тұрған банан қақтар. Бұл банандардың несі, дәмі кішкене қауынның қағына ұқсайды екен. Одан кейін бізде апельсиннің қақтары. Бұл апельсин, бұны шаймен ішкенге күшті екен. Яғни шай ішіне сап қойып ішесіз. Сол кезде апельсиннің соғы чем неге қарағанда, кәдімгі жеміс кеппеген жеміске қарағанда тез шығады екен шайға дәмі. Одан кейін грушаның қағы. Бұл да дәмі басқаша, ерекше тәттілігі кепкеннен кейін одан да қатты арта түскен сияқты. Жалпы осы электросушилка алғыларыңыз келсе, магазиннен немесе Пиндоладан заказ беріп алсаңыздар болады.